Саламатсыздар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қаныққан көмірсутектер, алкандар, олардың номенклатурасы, изомерия құбылысы, алыну жолдары және химиялық қасиеттері. Алкандар ұғымы және олардың жіктелуі, номенклатурасы, изомерия құбылысы, алкандарды алу жолдары, алкандардың химиялық және физикалық қасиеттері, алкандардың қолданылуы. Алкандар алифатты ациклды қаныққан көмірсутектер тобына жататын органикалық қосылыстар. Олардың молекуласында көміртек атомдары бір-бірден тек қарапайым, яғни дара байланыстар арқылы байланысады. Сондықтан көміртек тізбегі тармақталған немесе тармақталмаған түрде болуы мүмкін. Алкандар қаныққан көмірсутектер деп аталады. Себебі олардың көміртек тізбегі сутек атомдарымен толық қаныққан. Ал жалпы формуласы алкандардың көміртегі N, сутегі 2N плюс 2. Енді алкандардың молекулалық формулалары мен атаулары. Алкандар молекулаларының құрылысы. Алкандардың құрылысы олардың физикалық және химиялық қасиеттерін анықтайды. Сондықтан алкандардың химиялық және кеңістік құрылысын ескеру маңызды. Химиялық құрылыс молекуладағы атомдардың өзара байланысу ретін көрсетеді және құрылымдық формулалар арқылы беріледі. Алкандар молекуласында көміртек ковалентті полиарсыз және көміртек пен сутек әлсіз полиарлы ковалентті байланыстар болады. Барлық байланыстар ортақ электрон жұптары арқылы түзілген сигма байланыстар болып табылады. Кеңістік құрылысы бойынша алкандардағы көміртек атомдары s3 кибірттену бойынша байланысады. Мұнда 4 сигма байланыс түзеді. Бұл байланыстар кеңістікте 109 градус және 28 минут бұрыш жасап тетраэдрлік құрылым түзеді. Метан молекуласындағы тетраэдр пішінді, ал етан молекуласында көміртек атомдары арасында еркін айналуы мүмкін. Көміртек тізбегі ұзарған сайын молекулалар кеңістікте сәл иілген немесе ширатылған пішінде ие болады. Номенклатурасы бойынша номенклатура химиялық қосылыстарға олардың құрылысы мен құрамына сәйкес атау беру үшін қолданылатын ережелер мен қағидалар жүйесі. Қазіргі кезде химиялық қосылыстарды атаудың негізгі жүйесі ЮПАК. Бұл жүйе заттың құрылысына сәйкес дұрыс және бірізді атау беруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар тарих түрде қалыптасқан тривиалды атаулар да бар. Мысалы метан, этан, пропан, бензол деген сияқты. Тармақталған алкандардың атауы молекулада орналасқан ең ұзын көміртек тізбегіне негізделіп қойылады. Негізгі тізбектен қарапайым бүйір тармақтар радикалдар деп аталады. Және олар негізгі тізбектегі сутек атомдарының орнын басатын көміртек топтары болып табылады. Мысалы, пентан молекуласында 2 сутек атомы метил радикалы алмастырылса, бұл қосылыс 2 және 3 диметил пентан деп аталады. Алкандардың изомериясы. Изомерия молекулалық формуласы бірдей, бірақ құрылысы әртүрлі болатын заттар құбылысы. Мұндай қосылыстар изомерлер деп аталады. Молекуладағы айырмашылықтың сипатына байланысты изомерия 2 түрге бөлінеді. Құрылымдық изомерия және кеңістік изомерия. Құрылымдық изомерия дегенім молекуладағы атомдардың өзара байланысу ретінің әртүрлі болуына байланысты пайда болатын, яғни қосылыстардың химиялық құрылысы бірдей емес. Бұл айырмашылықтар құрылымдық формулалар арқылы көрсетіледі. Алкандарда құрылымдық изомерия көміртек атомдарының санын 4-тен бастап, яғни бутаннан бастап байқайды. Мысалы, бір нормал тізбекте нормал бутан, сосын бір тармақталған тармағы болса, бұл изобутан болып. Кеңістік изомериясы атомдар молекулада бірдей ретпен байланысқанымен, олардың кеңістіктегі орналасуы әртүрлі болса, бұндай изомерия құбылысын кеңістік изомерия деп атайды. Алкандарға тән стереоизомерияның негізгі түрлері оптикалық изомерия және конформациялық изомерия болып табылады. Оптикалық изомерия дегеніміз молекула құрылысының симметриясыз болуына байланысты пайда болады. Мұндай молекулалар өздерін айнадағы бейнесімен сәйкес келмейді және жарықтың поляризация жазықтығын әртүрлі бағытта бұрады. Конформациялық изомерия молекулада көміртек сигма байланыстары бойымен атомдар топтарының еркін айналуынан туындайды.
Соның нәтижесінде молекуладағы әртүрлі кеңістік пішіндер, яғни конформациялар түзіледі. Алкандарды алу жолдары. Алкандар табиғи көздерден, яғни көбінде табиғи газдан, мұнайдан, сондай тас көмірлерден синтетикалық жолмен алынады. Мұнайды крекингтеу кезінде жоғары молекуладағы алкандар драп төмен молекуладағы алкандар мен алкендер түзіледі. Бұл өнімдер синтез үшін өте маңызды. Профан, бутан, изобутан және изопентан тобы бөлінеді. Қанықпаған көмірсутектерді гидрлеу арқылы да алкандар алуға болады. Бұл кезде қанықпаған көмірсутек сутекпен қосылып, реакция никель, платина, палладий катализаторлардың қатысымен жүреді. Мысалы, этилен гидрлеудің әсерінде этанға айналады. Вирус реакциясы алкандарды галоген алкандарға металдық натрий мен әсер ету арқылы синтездеуге болады. Бұл реакцияда екі галоген алкан молекуласы қосылып, жоғары алкан түзіледі. Мысалы, хлор метан этанға айналады. Көмірді гидрлеу. Алкандарды көмірді немесе көмірсутектерді сутекпен әрекеттестіру арқылы да алуға болады. Процесс 500 Цельсий градус температурада темір оксидтері катализаторлардың қатысымен жүреді. Мысалы, осы әдіспен метан синтезделеді. Синтез газды пайдалану. Сондай-ақ синтез газдан да біз арғы көмірсутектерді алуға болады. Синтез газ дегеніміз негізінен көміртек пенен сутектің қоспасы, яғни көміртек екі оксидімен көміртек шала тотығы мен сутегінің қоспасы. Бұл қоспа кобальт немесе никель катализаторлардың қатысымен алкандарға айналады. Процесс нәтижесінде әртүрлі көмірсутектер түзіледі. Натрий ацетатын балқыту арқылы да метан алуға болады. Зертханалық жағдайда метанды натрий ацетатын гидроксидімен бірге балқыту арқылы метан алуға болады. Алкандардың химиялық қасиеттері. Алкандар көміртек байланыстары полиарсыз, көміртек-сутек байланыстары әлсіз полиарлы. Сондықтан олардың реакциялық қабілеті төмен және қосылу реакциясына түспейді. Негізгі реакциялар радикалдық механизм бойынша жүреді және жоғары температура мен жарықты қажет етеді. Алкандар қышқылдармен, сілтілермен және күшті тотықтырғыштармен әрекеттеспейді. Сондықтан парафиндер деп аталады. Крекинг. Крекинг дегеніміз жоғары температура әсерінен көмірсутектердің ыдырап, ұзын көмірсутек тізбектерінің қысқа тізбекті алкандар мен алкендерге бөлінуі. Бұл процесте мұнайды өңдеудің маңызды кезеңі болып табылады. Крекинг түрлері термокрекинг және кат-крекинг деп бөлінеді. Яғни термокрекингте бұл термотемпературалық жоғары температурада 480-550 Цельсий градус арасында жоғары қысымда көміртек пен көміртек байланыстарын үзіліп, алкандармен сәйкес алкендер түзіледі. Радикалдық механизм бойынша. Сосын екіншісі кат-крекинг кезінде 450-500 Цельсий градус аралығында катализаторлардың қатысында алюмин тотығы және кремний қос тотығы қатыстар арқылы изомерлену менен гидерлену қатар жүреді. Нәтижесінде октан саны жоғары отындар және алкендер түзіледі. Дегидрлеу алкандардан сутектің бөлініп шығуы нәтижесінде жүретін реакция. Бұл процесс қыздыру кезінде сондай-ақ платина, никель, хром тотығы катализатордың қатысымен жүзеге асады. Төменгі алкандар көміртек 2-де, көміртек 4 қыздырғанда сәйкес алкендерге айналады. Жоғары алкандар, яғни көміртек саны жоғары алкандар С5-тен жоғары, бұлар алдымен циклдену реакциясына түсіп, кейін ароматты қосылыстарға айналады. Бұл процесс реформингтің негізін құрайды және бензол алу мен бензин сапасын арттыруға қолданылады. Метан өте жоғары температурада 1500 Цельсий қыздырғанда ацетилен түзіледі. Органикалық химияда тотығу оттектің қосылуы немесе сутектің бөлінуі арқылы жүреді. Алкандардың жалпы формуласы атап өткендей H2N+2 және көміртектің тотығу дәрежесі төмен болғандықтан олар тек тотығу реакцияларына ғана түседі. Алкандар өте тұрақты қосылыстар, сондықтан қалыпты жағдайда күшті тотықтырғыштармен калий перманганаты және калий хроматымен әрекеттеспейді. Алкандардың негізгі тотығу реакциясы ол жану, яғни көміртек қосылуымен су түзеді.
яғни осы жануда тотығу реакциясына жатады. Яғни оттектің қатысында артық мөлшерде алкандар толық жанып, көмірқышқыл газы мен су түзіледі. Алкандар орын басу реакциясына да түседі. Олардың көміртек сутек байланысы белгілі бір жағдайда үзіле алады. Алкандар үшін ең маңызды реакция галогендеу. Алкандарды галогендеу молекулада сутек атомының галоген атомы фтор, хлор, бром, йодтармен алмасу арқылы бұл реакция жүреді. Бұл реакцияда механизм, бұл реакция радикалдық механизм бойынша жүреді және жарықтың немесе қыздырудың әсерін қажет етеді. Галогендердің белсенділігі олардың тәртібі бойынша алдымен фтор, хлор, бром, йод. Фтор алкандармен өте тез, тіпті жарылыс қаупімен әрекеттеседі. Хлор, бром жарық немесе қыздырғанда реакцияға түседі. Ал йод тек тотықтырғыштардың әсерімен ғана әрекеттеседі. Алкандардың физикалық қасиеті аталуы метан, этан, пропан, жаңа атап өткендей. Бұлардың агрегаттық күйлеріне келетін болсақ, көміртек 1-ден көміртек 4-ке дейін иіссіз газдар, көміртек 5-тен көміртек 10-ға дейінгі өзіне тән иісі бар сұйықтықтар, көміртек 10-нан жоғары қарай негізінен олар ақ түсті иіссіз қатты заттар. Алкандардың қолданылуы метан табиғи газдың негізгі компоненті, ол ацетилен, хлороформ және цианды қосылыстар және синтез газ алу үшін қолданылады. Сондай-ақ маңызды энергетикалық отын болып табылады. Газ тәрізді алкандар метан, пропан, бутан энергетикалық құндылығы жоғары отындар. Сұйық алкандар мотор және зымыран отындары, сондай-ақ еріткіштер болып саналады. Вазелин майы көміртек 15-тен жоғары, медицина менен косметикада вазелин, дәрілік майлар, парафиндер және тұрмыстық бұйымдар өндірісінде қолданылады. Мұнай химияда алкандар пластмассалар, каучуктер және синтетикалық материалдар алу үшін негізгі шикізат болып табылады. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.